ойда қазақ әдебиетіне өзіндік қолтаңбасын қалдырған қаламгерлер аз емес. Солардың бірі өмірден ерте кеткен Аман Жанкеев. Алғашқы ғылыми жобам осы ақынның өмірі мен шығармашылығы туралы болмақ. Аман Жанкеев 1953 жылы 26 шілдеде Жылой ауданының Ақкесті елді мекенінде дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы ұлттық университеттің журналистика факультетін бітірген. Аудандық партия комитетінде қызметкер, совхоз комсомол ұйымының хатшысы, ауылдық кеңестің төрағасы, совхоз директорының орынбасары болып жауапты қызметтер атқарған. Өлеңдері республикалық, облыстық, аудандық мерзімді басылымдарда тұрақты түрде жарияланып тұрған. 1980 жылы Атырау айдыны атты ұжымдық жинаққа бір топ өлеңдері енген. Балалық шақтағы достары ақын туралы біраз әңгімелерін жазған. Ақкесті шаңына бірге ойнаған достарының естеліктерін ақтара отырып, тарих ғылымдарының кандидаты Абат Үржановтың әңгімесінен мынадай үзінді келтіруді жөн көрдім. Аман әңгімесін қызықты етіп баяндайтын. Бойы кішкентай, әрі күлдіргі әзілқой болғандықтан, алдыңғы парталар Аманның сүйікті орындары еді. Балалық шақты еске алғанда бір байқағаным, Аман үлкен балалармен, құрдастарымен, немесе кішкентай балалармен ойнасын, төбелес дегенді жаны сүймейтін. Ондай жағдайларды әзілге айналдырып шығып кететін үлкен дипломат еді. Аман арманы орындалып КазГУ-дың журналистика факультетіне оқуға түсіп, студент атанды. Оның каникулға келгені біздер үшін үлкен той болушы еді. Аманның әңгімелерін жалықпай тыңдап, түн ортасы ауа үйімізге оралатын едік. Әңгіме тақырыбы сан алуан. Ақындар, жазушылар, әсем Алматы, махаббат хикаялары деп еске алады досы Абат Үржанов. Көптеген жазбаларды оқи отырып, ауыл баласының әдебиетке тым жақын болғанын, досқа адал, ақкөңіл азамат болғаны байқалады. Қолыма арман атты ту ұстадым деп жырлаған арманшыл жас Алматыда оқып, танымал тұлғалардан дәріс алған. Алдына айқын мақсаттар қойған албырт жігіт құрбы құрдастарының ортасында мәртебесі биік болған. Мұқағали Мақатаев, Төлеген Айбергенов, Қадыр Мырзалиев, Меңдекер Сатыбалдиевтің өлеңдерін көп оқыған, оларды пір тұтқан. Ақын Бүркіт Базарбаев қаламгер туралы күрсіне еске алады. Мынау 70-ші жылдарда ауданда, облыста қазақ әдебиетінің дамуына ең үлкен үлес қосқан ақындардың бірі. Ондайларды тума дарын деп атайды. Біз екеуміз өте сыйлас болдық, сырлас болдық, аз ғана жас айырмашылығына қарамастан бірге жүрдік. Ол Ақкесті ауылында тұрып, содан КазГУ-ге түскеннен кейін, КазГУ-ден сырттай бөлімге ауысқаннан кейін Құлсарыға жиі ат басын бұрып біздің үйде болатын. Соның бірге өлеңдерімізді оқитынбыз. Оның басты арманы аудандық газетте тілші болып жасау еді. Оның орнына біздер бардық. Сол кезде ол республикадағы Жарасқан Әбдірашев, Шөмішбай Шариповтермен бірге, солардың бірге қатар жүруге лайықты ақын болады. Шамасында Қаржы Оразбаев кәдір, басы салбырап, менің қасыма келіп өзі ойлы жүретін жігіт үндемей ұзақ тұрды. Бір мезгілде Аман Жанкеев өмірден озып кетті. Есептеп қарасам, Аман Жанкеев 44 жаста екен, 45-ке қарап тұрған, өзінің сол жасында біреудің сәкісіне отырып та жүрегі соқпай қалыпты. Біз оны жоқтадық. Сол күні түнде мен өлең жаздым Аман туралы, арманның алауына шарпылған дейтін. Оны 7-сіне шейін аудандық газетке жарияладым, дұға бағыштадым. Күн көзіндегі көлеңке деген естелік жаздым. Бірақ Аманның кітабын оның жақсы жолдасы, жақсы досы, о да талантты журналист, талантты ақын Қажымқан Елемес дегеннің жұбайы былтыр ғана жарыққа шығарды. Әрине оны біз шығарсақ үлкен қуаныш болатын еді, бірақ о да бізге бөтен адам емес. Сондықтан Аманның артында осы бір кітаптың қалуы мен үшін соның көкірегіндегі көгілдір армандардың орындалуы деп есептеймін. Аман зерттеу енді басталады ғой деп ойлаймын. Ол туралы талай мақалалар жазылады деп есептеймін. Біздің Жылойда да, Атырауда да, жалпы Қазақстанда да осындай Аман сияқты еленуге тиісті ерекше дарындар аз емес. 1997 жылы 12 қазанда ақын кенеттен дүние салды. Қысқа ғұмырында өшпес туындыларын қалдырды. Қара өлең мен табиғаттың құдіретін, туған жерге сағынышын жеткізді. Махаббатты жырлады, өмірді сүйді. Сұмажал дарын есін
мезгілсіз уақытта алып кетті. Өткен жылы ақынның «Жарқырай бір жарық күн» атты кітабы баспаға шығарылған. Ақын аз ғана ғұмырында артына өшпес туындыларын қалдырған. Аман Жәңкиев туған жердің ұлымын. Толтырып өткен күннің кетігін, болмайды енді достым менде тыным. Мүмкін ол жайсаң жұртың жарасы ма? Жанымды әлделейді тербетігін. Оқытып өн бойымнан дала тастан, қиялды арман тауға ала қашқан. Жыр бәйгі араластым болмаса да, астымда қамбар мінген қара қасқам. Туған жер, бір ұлыңмын жарқылдаған, теңіздей тебіреніс бар сарқылмаған. Жұрытау босағаңды мекендедім, шабыттың батпан жүгін арттың маған. Жанымен босаң кеуде күйіміңді, көлгірсіп көтермедім иығымды. Үстіне шығып алып боз төбенің, шоламын құран ұшқан биігімді.